Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, биылғы көктем Қазақстан үшін алғанда аса жайсыз болды. Қарғын судың қаптауына байланысты еліміздің 10 өңірінде төтенше жағдай жарияланды. Қыруар елді мекендер, кейбір қалалар, аудандар суға кетті. Сол қатарда Атырау облысының Құлсары қаласы да бар. Құлсары апатқа ұшырағаннан кейін барлық қазақтар жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мақсатпен Құлсары ауданына, қаласына көмек атаған болатын. Біз де осы қатарда бақа сисе көл көсеп деп өз тарапымыздан барлық мүмкіндіктерімізді пайдалана отырып Құлсарыға көмек жинаған болатынбыз. Осы көмекті міне Құлсарыдағы қиналған халықтың қолына жеткізіп қайтып келеміз. Жалпы біздің көмек азық-түлік және ақшалай, сондай-ақ кигіз үй сынды 3 түрлі формамен берілді. Жалпы біздің көмектің қамтылған адамы 70 отбасынан асты. Мұның дені көп балалы отбасылар. Әрине біздің аз ғана көмегімізбен халықтың мәселесі шешілмейді. Өйткені жалпы Құлсары ауданы бойынша 2900 отбасы суға кеткен, 20 мыңнан артық азамат апатқа ұшыраған, яғни осы су тасқынының салдарынан қиыншылыққа жолыққан деген ақпараттарды естіп жатырмыз. Әрине Құлсарыға келіп жатқан гуманитарлық көмек те аз емес, бірақ сол гуманитарлық көмекті халықтың қолына жеткізу, қарату істері де оңай болып тұрған жоқ. Тасқын су жетіп келген кезде киімдерінде киюге үлгермей үйін тастап босып кеткен халықтың бір уақытта тамақты табуының өзі қазір қиындап кеткен. Қазір су қайтып жатыр, дегенмен кейбір өңірлерде әлі су басып тұр. Тұрғындардың үйінен көктің иісі мүңкіп тұр. Оған кіріп жату, өмір сүру қазір қиын. Оның үстіне үйі суға кеткен тұрғындардың үйін бағалау, яғни оценка жасау жұмыстары қазір жүрілуде. Дегенмен халыққа бұл жұмыстар өте баяу атқарылып жатыр деген наразылығында айтып жатыр. Тұрғындар күнде жолды қарайлап, оценщиктер келіп қалама деп үкіметтен келетін, үкіметтің арнайы ұйымдастырған оценщиктерін, бағалаушыларын күтіп жүр. Керек десеңіз, олар келгенде біздің үйіміздің суға кеткенін мойындамай қояма деп есік терезесін қымтап, ештеңесін қозғамай отырғаны байқалады. Сосында Құлсары халқының ең басты талап етіп отырғаны үкіметтің оценщиктері тезірек келсе, жергілікті орындар осы оценка жасайтын азаматтардың санын көбейтсе, біздің үйлерімізді тезірек бағалап бір заңды қорытынды шығарса, бағасын шығарса, содан ары қарай біз өзіміздің тіршілігімізді көрсек, үйіміздің жөндеуге келетін жерін жөндесек, тазалайтын жерін тазаласақ деген талапты қойып жатыр. Әрине орынды. Кейбір үйлер жаппай суға кеткенімен, ал кейбір үйлерді азырақ жөндесе, аздап тұруға да мүмкіндік жоқ емес. Бірақ бағалау жасалмағандықтан ол үйлерге қазір тұрғындар тұрып жатқан жоқ. Сондықтан халықтың негізгі талабы осы үйлерді бағалау, яғни оценка жасау жұмысы тездесе дейді. Сонымен қатар әділ болса, біздің осы үйлерді салуға жұмсаған қаражатымыз аз емес. Ол бір. Екіншіден, бүкіл дүниеміз суға кетті. Оны да ескеру керек. Киім кешегімізден тартып ештеңеміз қалған жоқ дейді. Мал мүлкі де суға кетіп жатқан азаматтар бар. Осының бәрін үкімет ескермей қояма деген алаңдаушылықта жоқ емес. Сонымен қатар Құлсарыдағы маңызды мәселенің бірі деп айтуға болады. Әрине бұл Құлсарының жағдайы жаман емес қала. Халқының тұрмысы да жақсы. Бірақ суға кетіп қалған қазір. Бір күнде бәрінен айырылып қалған. Үй жалдап тұрып жүргендері де аз емес. Бірақ сол үй жалдап тұрып жүрген, сол жалдап тұрған үйінде бүкіл дүние мүлкін жинаған көптеген азаматтар қазір ешқандай көмек ала алмай отыр. Яғни үкіметтен берілген 369 мың бір реткі көмекті ала алмай отыр. Өйткені олардың қолында тұрақты мүлік туралы ешқандай құжат жоқ. Жалдап тұрған үйінің құжатын үйдің қожайыны өзі өткізген. Өйткені оның үйі суға кетіп жатыр. Ал енді үй жалдап тұрған азаматтар өткізейін десе, олардың қолында ешқандай құжат жоқ. Бір реткі көмектен де игіліктен алмаған. Олар да қазір жалдайтын үй таба алмай Құлсарының түкпір-түкпірін кезіп жүр. Олар не істеу керек? Олар жалдап тұрған үйінде әртүрлі жиһаздарынан айырылды ғой, мал мүлкінен айырылды ғой. Олар да Құлсарының азаматтары. Демек, осы мәселені
негізге алып ескеру керек деп ойлаймын. Бұл азаматтар әкімдіктерге, жергілікті билік атқарушы органдарына да хат жазған, бәрін жазып алған, бірақ қазірге дейін ешқандай жауап жоқ деп бізге кезіккен азаматтар осы мәселені баса айтып тұр. Сондықтан осы көмек беру мәселесінде үй жалдап жүріп, үйі суға кетіп қалған отбасыларды да ескеру керек сияқты. Өйткені олар да апатқа ұшырады ғой. Балаларын ертіп олай-бұлай шуырып жүр. Керек десеңіз, олар азық түлікті де ала алмай жатқан жағдайын байқап жатырмыз. Өйткені азық түлікті алу үшін де менің үйім суға кетті деген сыпат, дәлел, қағаз болу керек екен. Оны да шығарып отырған халық. Өйткені біреу суға кетіп азық түлік таппай жатса, үйі суға кетпесе де келіп сол азық түлік таппағандардың қатарына тұрып азық түлік алған азаматтар да болған. Сол себепті қатысты органдар үйі суға кетті деген дәлел сыпат жасап беріп қолдарына берген. Қазір үйі суға кеткен азаматтардың бәрінің қолында бір бет дәлел сыпаты бар, сонымен жүр. Демек, бұл жерде кейбір азаматтардың ындыны да кетіп қалған деп айтуға болады. Мәселен, осы Құлсары ауданы суға кеткеннен кейін суға кетпеген өңірлердегі бөлмелердің, әртүрлі үйлердің жалақысы көтеріліп кеткен. Бұрын 40, 30, 50 мың теңгелерге майға беріліп жүрген үйлер 150, 160, 180-ге дейін көтеріліп кеткен. Ал олар шарт қоя бастаған. Көп балалы отбасыларға бермейміз, балалардың айымызда шуылдайды деген сияқты талаптар айта бастаған. Ындың қайда? Ол сенің ауылдасың ғой, сенің жерлесің ғой, сенімен бірге өмір сүрген өзіңнің халқың ғой. Демек, бұл реткі апат біздің пиғылымызды да көрсетті. Сондықтан апатқа ұшыраған халыққа мейір көрсету, бауырмалдық жасау барлық елдің парызы болғандықтан, әсіресе осы Құлсары өңіріндегі үйін жалға беретін отбасылар осы мәселені ескерсе дейміз. Бұрынғы бағаларыңызбен жалға беріңіздер, жарайды. Бірақ оны 2 еселеп, 3 еселеп, орайды қамтып, ақша тапқаныңызбен ол сізге жұқпайды. Обал, сауап дегенді ойлаңыздар. Есесіне оларға жәрдем жасасаңыздар, олардың алғысын алсаңыздар. Сондықтан бұл мәселені де ойласу керек деп ойлаймын. Осы реткі су апатында бүкіл Қазақстанға үлгі болған бір өңір Маңғыстау өңірі. Маңғыстаудың жігіттері Құлсары суға кетті дегенде өз көліктерімен шақпылап келіп, осы жақтағы көптеген азаматтарды үйлеріне апарып қондырып, төріне шығарып, күтіп, тамағын беріп, бағып жатқан жағдайын біз Құлсарыдан келгенде де естідік. Құлсарының кез келген отбасынан маңғыстаулықтар қандай десең рахметін, алғысын айтып жатыр. Міне Маңғыстау тағы да бізге қазақи дәстүрді жоғалтпаған, адами қасиетінің күштілігі жағынан да бізге үлгі көрсетіп жатыр. Біздің қазақ бұрын осындай халық болатын. Егер бүкіл Қазақстанның халқы осындай болса, бізде ешқандай жаудалмайды, даудалмайды, еліміз аман, жұртымыз тыныш болар еді. Әрине, қандай елде де тосын табиғи апаттардың туылып тұратыны, шұғыл жағдайлардың туылып тұратыны рас. Дегенмен бұл ретке Құлсарыдағы апатты тек қана табиғи апат деп жылы жауып қоюға келмейді. Өйткені мұның артында да күдік тудыратын тұстары көп. Бір аптаға жуық уақыт жүргенде мен де талай әңгімені естідім, бірақ оны бұл арада айтып отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Құзырлы органдар бұл мәселеге де жіті назар аудару керек. Жауапкер азаматтарды қуғастырып, заң бойынша оның да іздек сұрағы болу керек. Өйткені 3000 отбасы суға кеткенімен, оларға экономикалық жәрдем беріп, тұрмысын оңағанымызбен, ол біздің еліміздің экономикасына үлкен салмақ салды. Осы апаттан құтқаруға кеткен қаражатты басқа өңірлердегі немесе осы өңірлердегі мектеп салу жұмысына және халықтың игілігіне жұмсасақ, біздің еліміз тағы да алға баса берер еді ғой. Бұл мәселені де ескеру керек деп ойлаймын. Сондықтан жалпы Құлсарыға әлі де көмек жіберетін болсаңыздар, Құлсары жақпен хабарласып, қандай заттар керек, нендей жабдықтар жіберу керек, қандай азық-түліктер жіберу керек деген мәселені де ойласып алыңыздар. Өйткені кеше келген көмектердің ішінде әлі де күректің сабы, су еті, қайық сияқты дүниелер келіп жатыр. Енді Құлсарыға қайықтың қажеті жоқ мәселен. Осы мәселелерді ескеру керек деп ойлаймын. Жіберген көмектеріңіздің де нақты орынға жету үшін сол Құлсарыға байланыс жасап, сондағы қоғам белсенділерімен байланысып отырып, халықтың қолына тигізуге барынша күш салған орынды секілді. Қысқасы, биылғы су апаты біразбылықтың бетін ашты.
дамбалардың тозғаны, салынады деп жоспарланған қаржысына дейін бөлінген су қоймаларының салынбауы, әкімдердің, басқа да құзырлы органдардың, жауапты адамдардың немқұрайдылық жасауы осындай апатқа алып келіп отыр. Әрине біз бұны біреуді сынап, мінеу үшін айтып отырған жоқпыз. Бұл мәселеден біз сабақ алуымыз керек. Өрт болады, өрттен кейін жабылып қалады, су болады, судан кейін жабылып қалады. Әйелдің толғағы сияқты бәрі ұмытыла беретін жағдай Қазақстанда әлдеқашан әдетке айналып кеткен. Егер біз әрқандай апаттан, әрқандай мәселеден нақты ғылыми қорытынды шығармасақ, кінәлілерді жазаламасақ, біз апаттан көз ашпайтын елге айналамыз. Сондықтан биылғы су апатында кінәлілерді қатаң жазалау да келетін билік басындағыларға үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.